Дені сау анадан дені сау бала туылады. Біз осы видеода сіз перзентханаға келіп түсіп, қолыңызға нәрестеңізді алып шығып кеткенге дейінгі барлық ақпараттарды жеткізетін боламыз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Гүлжан Сейтақбарқызы. Ордабасы аудандық орталық ауруханасы перзентхана бөлімінің аға акушеркасы боламын. Көпшілігіміз перзентханаға келіп түскен кезде немен келу керек, қалай келу керек, қандай заттарды алып келу керек, перзентхананың ішінде не болып жатыр, ол жерге қалай келу керек, қандай заттарды алып келу керек, қалай дайындалып келу керек, осындай видеолардың барлығын сіздерге көрсететін боламыз. Яғни қысқаша айтқанда перзентханаға саяхат. Бұл видеолар әсіресе бірінші босанушы әйелдерге және перзентханада не істеу керектігін, не күтіп тұрғанын білмейтін аналарға арналады. Перзентханаға қай кезде келу керек және қандай заттарды өзіңізбен бірге алып келу керектігін толық ақпаратты сіздер үшін түсіріп дайындап қойдық. Осы сайтта төмен жақтан перзентханаға керекті заттар деп терсеңіз шығады, сол жерден көре аласыздар. Сіз перзентханаға ай күніңіз жетіп босануға немесе көрінуге келдіңіз. Сізді осы жерден акушерка қабылдап алады. Сізді толық тексеруден өткізеді. Бойыңызды, салмағыңызды өлшейді. Артериалды қан қысымыңызды, дене қызуын, пульсіңізді өлшейді және баланы КТГ аппаратымен тексереді. Анамнез жинайды. Осы жүктілік барысы қалай өтті? Жүктілікке дейін алдыңғы босану кезінде болған ауытқулар, қандай да бір ота жасалған болса, жасырмай айтуларыңыз керек. Себебі сіздің ары қарай босануды дұрыс жүргізуге көмектесесіз. Сізге босану картасы ашылып, медициналық барлық манипуляцияға және ішкі тәртіпті түсіндіріп, электронды қол қойдырып, босану блогына немесе бақылау палатасына өткізеді. Босануға дейінгі дайындық қалай жүргізеді, өзін қалай ұстау керек. Осы сайтта босануға дайындық деп терсеңіз шығады. Сол жерден толық ақпаратты көре аласыздар. Мен Қадырбекова Айнұр Сапаровна, осы Шымкент қаласының тумасымын. Шымкент қаласындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина академиясын бітіргенмін. Қазіргі таңда жұмыс өкілім 20 жыл. Қазіргі таңда осы Ордабасы аудандық орталық ауруханасының перзентхана бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарып жатырмын. Біздің перзентхана бөлімінде 4 босану блогы бар, және ота жасау блогы бар, және 2 нәрестелер патологиясы бар. Босанушы және жаңа туылған нәрестелерге толыққанды көмек көрсету үшін бізде қазіргі заманауи жабдықтармен жабдықталған. Әр босану блогында әйел өзінің қасында жаңа серіктесі болғаны дұрыс. Ол серіктесі әйелдің жанына жақын адам болғаны жақсы. Ол жары, құрбысы, енесі, немесе шешесі қасында қатысқаны дұрыс. Серіктес болып. Ол серіктес, әрине көшеде киіммен кіргізе алмаймыз серіктесті. Өзімен бірге таза киім, таза аяқ киім алып келу керек. Осы жерден ауыстырып, толғатып жатқан әйелдің жанында болғаны жақсы. Босанып болғаннан кейін әйел нәрестесімен бірге босанғаннан кейінгі палатаға ауыстырылады. Перзентхана бөлімі 45 кереуеттік орынға арналған 17 палата бар. Ана мен баланың бірге болуы үшін анаға және нәрестеге жеке кереуеттер бар. Әр палатада кереует саны әртүрлі, 1 және 2 адамдық, 3, 4, 5 адамдық палаталар бар. Жуынуға арналған 3 душ бар. Палатада жылы сумен таза төсек жаймалармен қамтамасыз етіледі. 1 адамдық ақылы 2 палата бар. Оның ішінде телевизор, холодильник, микроволновка, тефаль, ыдыстар, тамақтануға стол-стулья, киімдерін қоюға шкаф және жеке санузел жылы сумен қамтылған. Палаталарда артық заттарды қоюға рұқсат етілмейді. Үйге шығатын сырт киімдер болса және артық киімдеріңізді арнайы қоймаға қойылады. Тағамдарды асханада орналасқан шкафқа, бұзылатын тағамдарды холодильникке, күнін, сағатын, палата нөмірін және аты жөнін жазып қою керек. Ауруханада ыдыстармен 3 мезгіл тамақпен қамтамасыз етіледі. Үйден тамақ жеген ыдыстарды алып келудің қажеті жоқ. Палатада тамақтануға тыйым салады. Тек арнайы асханада тамақтану қажет. Перзентханаға алып келуге болмайтын тағамдар: консервленген тағамдар, торттар, ысталған шұжық өнімдері, алкогольді сусындар, газдалған сусындар,
экзотикалық жемістер, қауын, дарбыз, жүзім, қақталған балық, гриль, майлы тағамдар, майонез, самса, чипсы, балмұздақ және де 1 литрден артық емес ыдыспен әкелінуі керек. Баклажкамен тамақ алып келуге болмайды. Передача сәлем сауқат уақыты 11:00-ден 15:00-ге дейін. Кешкі уақытта 17:00-ден 20:00-ге дейінгі аралықта сәлем сауқат передача алынатын арнайы орындарда қабылданады. Ана мен нәрестенің перзентханадан шығуы емдеуші дәрігердің тексеруінен кейін анықталады. Ана мен баланы шығару күнделікті сағат 11:00-ден бастап 16:00-ге дейін жүргізіледі. Шығару кезінде түрлі іс-шаралар, музыкалық аспаптармен ән салу, би билеу, салют, жылтырақ шашу, киінген үлкен көлемдегі аю, қоян тағы басқа да арнайы безендірілген көліктерді аурухана аумағына кіргізуге тыйым салынады. Құрметті босанушы әйелдер және олардың отбасылары мен туыстары, біз Ордабасы аудандық орталық ауруханасының перзентхана бөлімі қызметкерлері сіздерге сапалы түрде медициналық көмек көрсетуге және емдеуге бар күш-жігерімізді саламыз. Жүкті әйелдерге медициналық көмек көрсету сапасын жақсарту, дені сау ұрпақтың дүниеге келуі бұл мемлекетіміздің болашағы. Дені сау анадан дені сау бала туылады. Сол себепті дені сау ұрпақтың өмірге келуіне біргелесіп жұмыс жасайық.